12 жасқа толған балаларға арналған. Бейнеу ауданында кәріз жүйесі жоқ. Көп қабатты үйдің тұрғындары лас судың иісінен әбден мезі болғандарын айтты. Арақ шарап сатылмайтын ауылдың бүгіні мен болашағы. Маңғыстауда ішімдік сатылмайтын ауыл көпке үлгі. Өңірде заң және тәртіп қағидасы бойынша қабылдау акциясы ұйымдастырылып, жастар арасында есірткісіз Маңғыстау апталығы өтті. Ассалаумағалейкум ардақты көрермен, бұл бір жеті студияда мен Жасұлан Мұхан, ал енді аңдатпадан аңдап үлгергендеріңізді толығырақ баяндап берелік. 2025-2028 жылдар аралығында Маңғыстау облысында ауыл шаруашылығы саласын жүйелі дамыту үшін 15 инвестиция жобаны іске асыру жоспарланған. Бұл бастамалар мемлекеттік қолдаумен жеке инвестициялар есебінен жүзеге асырылады. Нәтижесінде 500-ден астам жаңа жұмыс орны ашылады. Жобалар мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, азық-түлік өндірісі және экспорттық әлеуетті арттыру бағыттарын қамтиды. Бұл облыс әкімінің төрағалығымен өткен аппараттық жиында айтылды. Аймақта аталған саланы қолдау үшін мемлекеттен субсидиялар бөлінуде. Соңғы 3 жылда 2600-ден аса агроөнеркәсіптік кешен субъектісіне мемлекеттік қолдау көрсетілді. Биылғы жылда 731 шаруашылыққа қаржылай қолдау білдірілді. Мал шаруашылығы бағытына 686 субъект субсидия алды. Ал жыл басынан бері өңірдегі мал басы 747 мыңнан асқан. Жалпы осы жайылымдарды айналымға енгізу бойынша жоспар бойынша 24 жыл 527 мың гектар жайылымға енгізу бойынша министрлікпен бізге бекітілген. Соның 403 мың гектар жері конкурсқа шығарылып, 263 участке берілді 137 мың гектарға. Яғни жоспар 76%-ға орындалды. Қалған 265 мың гектар жер жеке заңдылығы тарапынан сұраныс болмады деп конкурс өтпей қалды. Өңірде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында ұн өндіру кәсіпорындары тұрақты жұмыс істеп тұр. Аймақтағы 2 ұн комбинатының бірі Бейнеу астық терминалы. Мұнда тәулігіне 80-90 тонна көлемінде Бастау маркасымен бірінші сұрыпты ұн өндіріледі. Сонымен қатар экспорттық әлеуетте артып келеді. Ауғанстанмен жасалған келісім аясында 1000 тонна бидай мен 200 тонна ұн экспортталды. Сонымен қатар Өзбекстанға сынама ретінде 20 тонна ұн жөнелтілсе, қытайлық компаниялармен мал азығын тасымалдау бойынша келісімдер жасалды. Әлеуметтік маңызы зор ауыл аманаты жобасы аясында биыл қаңтар айында өңірдегі 46 ауылдық округ пен Форт Шевченко қаласында скрининг жұмыстары жүргізілді. Жоба аясында биыл 217 бастаманы қаржыландыру жоспарланып отыр. 9 жолдың торабында орналасқан Бейнеу ауылында орталықтандырылған кәріз жүйесінің жоқтығынан жер үйлер мен көп қабатты үйлерден шыққан кәріз суы жерге сіңіп жатыр. Жаңбыр жауса болды, ол жер бетіне көтеріледі. Мысалы, соңғы жарты сағаттық жауын-шашыннан кейін 80 үй су астында қалған. Тұрғындардың базынасын тыңдап қайтқан Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтсын. Бейнеуде 90 көп қабатты үй бар. Соның 23%-ында ғана кәріз жүйесі жұмыс істейді. Қалғандарында пәтерлерден шыққан лас су жертөледе жиналады. 32, 33, 34 үйдің тұрғындары мұны растады. Тұрғындар жағымсыз иіспен масаның ортасында басқа амалдың жоқтығынан отырғандарын айтады. Пәтерлерін сатса өтпейді. Олар кәріз жүйесін жүргізіп беруді сұрап, құзырлы органдарға талай шағымданған. Астына кетеді, подвалдың астында су. Жазымен тұрады. Шыбын шеркейі бар. Күн ысыған кезде мына жерде невозможно жүру деген. Бізде екінші этаж болғасын кішкене білінбейді, астындағы этажда тұратындар үшін иіс ұрып тұрады, кәріз судың иісі деген сасып. Енді ремонттың басқа айтпай ақ қой, астында ең бірінші мына канализациясын дұрыстап берсе.
Ауылдағы жер үйлердің де жағдайы мәз емес. Мұнда кәріз суы шұңқырларға төгіледі, ал ол құмды жерге сіңіп жатыр. Салдарынан жер асты суы көтеріліп, жаңбыр жауса болды, төменгі жақта орналасқан үйлерді су басады. Бейнеуде жер асты суы өзекті мәселе. Жаңбыр жауса болды, талай аула, көптеген үйлер су астында қалады. Мына 175 орындық балабақшада бірнеше рет су астында қалып, бүгінде жарамсыз болып, апатты деп танылған. Қазір ауылда су басатын 5-6 көше бар. Әкімдік сол аумақтарға дренажды жүйе орнатуға ұсыныс берген. Бейнеу ауылында 57 мың халық тұрады. Бірақ осы кезге дейін орталықтандырылған кәріз жүйесін жүргізу жобасы қарастырылмаған. Коридор мәселесі. Жаңа тұрбаны салу үшін. Себебі қазір бүгінгі таңда қатқыл табанды жолымыз, екі жағынан газымыз бар, суымыз бар. Олардың бәрінің өзінің охраняемый зонасы бар. Мысалы канализацияның суы мен ішетін судың арасының өзінің арақашықтығы бар. Осы бір қиын мәселелерге жолығып тұрмыз. Біз ертелі кеш бұл жұмыс жасайтын боламыз. Қазір ауданда ескі кәріз жүйесін модернизациялау бойынша жоба жасақталып жатыр. Сонымен қатар суға кеткен үйлердің қасына 2 дренажды жүйе орнатылды. Айта кетейік, сәуірде жарты сағаттық жауыннан кейін 81 үй су астында қалып, 3 отбасы эвакуацияланған. Маңғыстау аудандағы Онды ауылында соңғы 3 жылдан бері бірде-бір қылмыс тіркелмеген. Себебі ауылда ішімдік атаулы сатылымда жоқ. Сәйкесінше елді мекен тұрғындары ауыл шаруашылығын дамытуды қарқынды қолға алған. Бау-бақша егіп, 4 түлік санын көбейтіп отыр. Халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлы дүниеге келген Онды ауылы елдегі ең үздік 30 ауылдың қатарына кірген. Онда Маңғыстау облысында арақ-шарап сатылмайтын жалғыз ауыл. Оны елді мекендегі дүкен сөрелерінен байқауға болады. Шалғай ауылда 2022 жылдан бері қылмыс тіркелмеген. Тұрғындардың кәсіп ашып, мал өсіру арқасында атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасы да жоқ. Онды деген әуелде де бұл осы 4 түліктің дамып, кеңінен өсірген ауылдардың бірі еді. Бұл жерде комсомол совхоз дейтін болған, сонда 50 мыңға дейін қой ұстадық, 10 мыңдай жылқы ұстадық. 2000 түйе ұстаған кәдімгі үлкен шаруашылық еді. Осы малдың басын әлде де ұстап отыр. 900-дей тұрғыны бар елді мекен аудан орталығынан 23 шақырым жерде орналасқан. Ауыз су, газ, ұялы байланыспен толық қамтылған ауылға туристер де жиі барады. Электр желісі мұнда аудан орталығынан тартылған. Жүктеменің жылдан жылға артуынан жаз айлары тоқ өшіп қалады. Мәселені шешу мақсатында қуаты 35 киловаттық станция салынып жатыр. Оның құрылысы күзде аяқталуы тиіс. Былтыр облыс әкімі Маңғыстаудағы ең үздік ауылды анықтаймыз. Соған байланысты біздерге тапсырма берген. Сол бойынша біз дейтін басқа көрші ауылдармен бәсекелесіп осындай жұмыстарымызды бастап кеттік. Ауылымыздың тұрғындарының басым көпшілігі ауыл шаруашылық өнімдермен, малмен айналысқанмен, бірақ өзіміздің Ондының табиғаты бау-бақша өнімдеріне егіншілікке бір ыңғайлы жағы бар. Себебі суымыз тегін, бұлақтарымыз дейтін үздіксіз ағып жатыр. Онда ауылының іргесінде аумағы 4 шақырымнан асатын бақша жайық алып тұр. Мұнда 2 жыл бұрын алма, алмұрт, өрік секілді жеміс көшеттері егілген. Диқаншы келешекте мұндағы тал санын 100 мыңға жеткізуді жоспарлапты. Маңғыстауда азық-түлік бақша өнімдерінің 80-85% шетелден келеді. Маңғыстауда ештеңе шықпайды дейтінді біз дәлелдегіміз келді. Солменен тек ауылдың азаматтарының күшіменен осыны бастадық. Болашақта бұл ағаштардың санын жыл сайын 5 мыңнан 10 мыңнан көбейтеміз. Болашақта 100 мыңға дейін жеткіземіз. 100 мыңға дейін жеткізгенде әр 1000 ағашқа бір адамнан жұмыс қаламыз. Сонда бұл 100 адамға жұмыс болады. Бастамашыл азаматтар қазір шырын тосап өндірісін ашуға талаптанып жатыр. Бақтың бір бұрышына тоған қазылып, оған жерасты суымен толтыруға дайындық жұмыстары басталған. Алдағы күндері оған өзен балықтары жіберілмек. Майшабақтар жетілген соң жергілікті нарыққа шығару жоспарланған. Көпшілік бұл жобаның да жұмыс орындарын құруға сеп боларына сенеді. Жасұлан Мұхан, 1-7. Өңірде заң мен тәртіп қағидаты аясында мобильді қабылдау акциясы өтті. Прокуратура мен құқық қорғау органдарының өкілдері Өмірзақ ауылына барып, тұрғындарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Шараның негізгі мақсаты халықтың мұң-мұқтажын тыңдап, мәселелерді жергілікті жерде шешу. Абзал Ақиқат айтып берсін.
Шара барысында ауылды жайлаған жағымсыз иіс, тұрмыстық қалдықтарды уақытылы шығару және көше кезген бұралқы иттер мәселесі көтерілді. Кездесуде әрбір тұрғын өз сауалын қойып, заңнама аясында жауап алды. Қоқыс ящигі дәл үйінің қасында тұр, бір 10 метр жақта тұр ғой. Қатты иісі келеді, қоралардың иісі келеді. Жаздың күні отыру невозможно. Шешеміз деді, қарастырамыз, шешеміз деп. Мобильді қабылдаудың басты міндеті мемлекеттік мекемелердің ашықтығын қамтамасыз етіп, тұрғындарға құқықтық көмек көрсету. Тұрғындармен қабылдау жүргізіп, олардың өзекті мәселелерін тыңдап, және де сол мәселелерді шешу мәселесін қарастыру болып табылады. Қазіргі таңда енді біздің азаматтарымыз өздерінің көкейтесті мәселелерін айтып жатыр. Бір сұрағы осы жерде шешіліп отыр. Бір мәселелер ауқымды болып, оларға енді тиісті уақыт керек, және де бұл бойынша біздер тиісті жұмыстар атқарамыз. Құқық қорғау органдарының өкілдері тұрғындардың көтерген мәселелері ескерусіз қалмайтынын атап өтті. Сондай-ақ әрбір сұрақ назарға алынып, заң аясында шешілуі үшін тиісті шаралар қабылданатынын жеткізді. Абзал Айхат, 1-7. Облыс бойынша жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 500-дей интернет сайттың жұмысы тоқтатылды. Сондай-ақ 80 мыңдай адам тартылған 40-қа жуық қаржы пирамидасы жойылды. Бұл кейінгі 5 айдағы көрсеткіш. Қоғамда бұдан өзге қандай қаржылық қауіпсіздік мәселелері бар? Аталған тақырыпты ұйымдастырған ауқымды форумға арнамыздың түсірілім тобы да қатысып келді. Олимпиада қорытындысы бойынша Жасмина Закария Бүгінде дроптар алаяқтығы маңызды мәселеге айналды. Өйткені банк картасы немесе шоттарды заңсыз мақсатта қолдануға беретін адамдардың қатары артқан. Осы жағдайдың алдын алу үшін өңірдегі қаржы саласының мамандары маңғыстаулықтарға жан-жақты ақпарат берді. Жиынға қатысушылар жеңіл ақшаның артында қауіп бар деген пікірді алға тартты. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың заң және тәртіп қағидаты аясында өткізіліп отырған 21 ғасырдың сандық триггерлері атты форумымыз. Бұл форум қазіргі таңда барлық Қазақстан Республикасы бойынша жүріп жатыр. Яғни Қазақстан Республикасының қаржылық мониторинг агенттігінің өңірлік департаменттері ұйымдастыруымен қазіргі таңда Қазақстанның барлық облыстарында жүріп жатыр. Форумда қоғам белсенділері мен қаржы сарапшылары интернет алаяқтықтың зардабы, қаржылық сауаттылықтың пайдасы бойынша тәжірибесін бөлісті. Салауатты өмір салтын ұстануды насихаттайтын жастар да шарадан шет қалған жоқ. Жалпы адамдарға ортаның әсері бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда интернет, әлеуметтік желі соны пайдаланып, соларға еріп кетіп жатыр. Сол енді менің өз ұстаным бағыты енді спорт саласы болғандықтан, осындай нәрселерге жол бермей, салауатты өмір салтын ұстанып, жалпы адамға бір нақты бір мақсатпен тәртіп болатын болса, бұндай нәрселерге жол болмайды деп сенеміз. Айта кетейік, жыл басынан бері елімізде жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңдай интернет сайт бұғатталды. Инстаграм мен Телеграм желілерінде 276 мыңнан астам оқырманы бар 43 заңсыз чат жабылды. Ал 19 қаржы пирамидасына қатысты 46 сотқа дейінгі тергеу аяқталған. Мөлдір Батырбай, 1-7. Ақтауда есірткісіз Маңғыстау жобасы аясында таза сана атты семинар тренинг өтті. Шараға жастар, қоғам белсенділері, психологтар мен құзырлы орган өкілдері қатысты. Оларға елімізге белгілі психолог, аддиктолог Жұмағали Бекше дәріс өткізді. Жиында қатысушылар синтетикалық есірткі мен психотроптық заттардың таралу мәселелерін талқылап, олардың алдын алу және отбасында нашақорлыққа тәуелділікті жою жолдарын айтты. Сюжет көрейік. Өңірде жыл басынан бері есірткі қылмысына қатысты 225 факті тіркелген. Бұл сандар былтырмен салыстырғанда 27%-ға көбейген. 154 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Есірткіні тасымалдау, сақтау, оны сату әсіресе жастар арасында белең алып тұрғаны жасырын емес. Облыстық жастар саясаты мәселелер жөніндегі басқарма өкілдері мәселемен күресуге білек сыбана кірісіп, апталық өткізуді қолға алған.
тренер келіп, қазіргі таңда өз білімдерімен жастарға бөлісіп жатыр. Ол тренерлердің басты мақсаты қазіргі таңда жастардың нашақорлыққа бейімділігі туралы айтылады бұл жерде. Және де нашақорлықтың алдын алу мәселелері жөнінде тақырыптарды қозғап отыратын болады. 50 жас қатысып жатыр. Жастар орталықтың мамандары, психологтар және де қоғам белсенді азаматтары. Шарада спикерлер жастардың қоғам белсенділерінің құқық қорғау органдарының есірткімен күресу жолында қандай міндеттерді атқару керектігін жік-жікке бөліп түсіндіріп берді. Психолог, аддиктолог Жұмағали Бекшінің айтуынша аталмыш проблемамен қоғам болып күресу керек дейді. Знаю, что наш президент уже активно... Сараптама жасап көрдік. Есірткіні санасы төмен, әлсіздер қолданады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та есірткімен күресуді бірнеше жыл бұрын жауаптыларға тапсырма етіп берді. Қазір республика көлемінде есірткісіз ұрпақ тәрбиелеуге мемлекеттік мекемелер мен жеке компанияларда атсалысып жатыр. Елімізде сан түрлі есірткіден оңалту, тәуелділікті жою орталықтары жұмыс жасап жатыр. Нәтиже жоқ емес, бар. Нашақорлыққа тәуелділікпен күресу үшін осындай семинар тренингтерді жиі өткізіп тұру керек деп ойлаймын. Балалар мен жасөспірімдердің қауіпсіздігі прокуратура органдарының негізгі бағыттарының бірі, әсіресе олардың заңсыз есірткі айналымына тартылмауына ерекше назар аударылады. Қазіргі уақытта статистикаға сәйкес облысымызда 225 қылмыстық бұзушылық фактісі тіркелген есірткі қылмыстары бойынша. Қазіргі уақытта жастарды және жасөспірімдерді осы есірткі қылмыстарының мойнын аулақ ұстау үшін барынша осындай іс-шараларды өткізу керек, семинар, тренингтер. Есірткісіз Маңғыстау жобасы тек семинар, тренингпен шектеліп қалмайды. Ұйымдастырушылар апта бойы жастар арасында әртүрлі спорттық шаралар ұйымдастырады. Сонымен қатар ауыл аймақтағы жастармен кездесу өткізеді. Бұдан бөлек суретшілер арасында да байқау ұйымдастырады. Жасұлан Мұхан, 1-7. Мұнайлыда есірткі қылмысы былтырмен салыстырғанда 30%-ға төмендеген. Есірткі сатумен айналысқан 5 ұйым құрықталған. Бұл туралы аудандық полиция бөлімінің бастығы мәлімдеді. Аудан орталығында 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күн аясында іс-шара өтті. Заң және тәртіп тұжырымдамасы аясында полиция бөлімі ұйымдастырған акцияға 500-ге жуық аудан тұрғыны қатысты. Алдымен тәртіп сақшылары мен аудан жастары қоғамдық орындарға барып, тұрғындарға ақпараттық парақшалар таратты. Есірткінің зияны мен заң алдындағы жауапкершілігі жөнінде ақпарат берді. Бүкіл мемлекеттің осы нашақорлыққа қарсы күрес акциясы өткізуде. Бұл акция бүкіл дүниежүзілік акция. Бұл акцияға бізде ауданымыз бойынша үлесімізді қосып, жастарды осы нашақорлықтан алшақ ұстауға, алдын алуға жұмыстанып жатырмыз қазір. Бүкіл аудандық полиция бөлімінің атынан бүгін елді мекендермен кеше өздеріңіз білетіндей президентіміздің тапсырмасына сәйкес апталық басталды. Құқық және тәртіп қағидатының негізінде біз қазір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Барлығын осы халықпен қарым-қатынаста нашақорлықтың зияндығы, оның алдын алуда қандай тәсілдер атқарамыз, осы бүгінгі іс-шарада көрсететін боламыз. Акция аудандағы орталық алаңда жалғасты. Шара барысында аудан әкімінің орынбасары, полиция бөлімінің бастығы нашақорлықпен күрес аясында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндап, нәтижемен бөлісті. Жиында сала ардагерлері де назардан тыс қалмады. Надиралиев Кенжетай Дүйсенбаевич. Аудан көлемінде де осы нашақорлыққа, есірткіге қарсы арнайы іс-шара жоспар бекітіліп, білім саласында балабақша, аудан жастары барлық ауылдық әкімдіктерінде ішкі саясатпен бірге бірнеше іс-шаралар өткізіліп жатыр. Әрине, есірткіге қарсы, нашақорлыққа қарсы тек қана құқық органдарының жұмысы емес, бұл жұмысқа қоғам болып, аудан жастары барлығымыз бірігіп, осыны алдын алып жоюымыз қажет. Шарада полицияның арнайы жасақ қызметкерлері, Миғраж мешітінің жастар орталығының балалары өз өнерлерін көрсетіп, көрерменге көңіл күй сыйлады. Мамандардың айтуынша, мұндай акциялар қоғамды салауатты өмір салтына үндеп, жастардың жат әдеттен бойын аулақ ұстауына ықпал етпек. Нашақорлыққа қарсы акциясы Мұнайлы ауданы бойынша аяқталып, біз осы акцияны ары қарай жалғастыру үшін челленджді Ақтау қаласы полиция басқармасына жолдаймыз. Жансая Жанұзақ, 1-7.
Биыл аудандық қоғамдық саяси Қарақия газетінің жарық көргеніне 40 жыл. Мерейтойға орай салтанатты жиын өтіп, ардагерлер мен қызметкерлері марапатталды. 40 жылдық тарихы бар басылым өңірдің шежіресіне айналған рухани құндылық. Толығырақ Абзал Ақиқаттың бейне материалында. Салтанатты шаралар легі Әбіш Кекілбаев атындағы өлкетану музейінен басталды. Мұнда арнайы келген қонақтармен жергілікті тұрғындар басылымның қалыптасу тарихымен танысып, архивтік жәдігерлерді тамашалады. Мерекелік шара геолог барлаушылар саябағында жалғасты. Онда Қарақия газетінің редакторы марқұм Үстірған Ахметовке арналған мемориалдық тақта орнатылып, құрмет көрсетілді. Сондай-ақ қаламгердің бір күндік сәуле атты шығармалар топтамасының лентасы қиылды. Тарихи ұрпақ сабақтастығы деген осы. Алдарыңызда Үстірған Ахметов ағамыздың өзі өмірден өтсе де Салтанатты жиын аудандық мәдениет үйінде өтті. Шара барысында басылымның өркендеуіне үлес қосқан ардагерлер мен қазіргі қызметкерлерге құрмет көрсетіліп, алғыс хаттар мен марапат табысталды. Ауданның айнасына айналған, тарих беттерін хаттап келе жатқан осы аудандағы жалғыз ақпарат құралы бұл Қарақия газеті. Қарақия газетінің аудан тұрғындары үшін орны ерекше, себебі осы 40 жылдан бері халыққа ол кезде енді қазіргідей ғаламтордың дамымаған заманы осы халықты ақпаратпен қамтамасыз еткен осы біздің газетіміз. Газеттің өшпей келе жатқаны бұл көзі қарақты біздің ойлы оқырманымыздың көптігі, әлі де барлығы. Қарақия газеті аптасына бір рет жарық көреді. Басқа аудандармен салыстырғанда оқырманы көп. Басылым бетінде ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы, мәдени өмірі мен маңызды оқиғалары тұрақты жарияланып тұрады. Тұрғындар үшін ақпарат көзі ғана емес, рухани бағыт-бағдар беретін басылым саналады. Ол кездегіден газет көп өзгерді. Ол кезде кішкентай, мысалы, газет болса, енді қазірді 2 деген форматпен, кәдімгі егемен Қазақстанмен бірде үлкен форматта шығарып жатырмыз, соған үлгеріп жатырмыз. Әрине, газет болған соң, оның ар жағында тек қана журналист қана емес, дизайнер, ар жағында корректор, қаншама адамдар еңбек етеді. Мен барлық әріптестерімді, жалпы Маңғыстау медиа ұжымын, Қарақия газетін құттықтаймын. Жалпы қоғамда өте белсенді жүретін адамның көптің ортасында барлық іс-шара, мысалы аудандағы бұл өткен іс-шара менсіз өткен жері жоқ. Өйткені сондай шараның ортасында қызу қайнаған ортада жүргендіктен ба маған ақпарат табу қиынға соқпайды. Әрине, бірақ бәріне үлгеру қиын болады. 40 жыл бойы халықпен бірге жасап келе жатқан Қарақия газеті ауданның айнасы. Мерейтой өткенге тағзым, келешекке сенім дейді ұйымдастырушылар. Абзал Ақиқат, 1-7. Облыстық перинаталдық орталықта бір күндік клиника жобасы жүзеге асты. Енді болашақ аналар сәбидің саулығын тексеру үшін айлап, апталап медициналық зерттеудің талдауын күтпейді. Аталған жоба аясында барлық қажетті талдауларды бір күнде тапсырып, нәтижесін білуге болады. Мақсат болашақ сәбидің патологиялық ауытқуларын жүктіліктің ерте кезеңінде анықтау. Толығырақ Абзал айтып берсін. Аталған жоба жүкті әйелдерге бір күн ішінде кешенді тексеруден өтуге мүмкіндік береді. Онда барлық қызметті бір жерде және бір уақытта алуға болады. Әйелдерге мемлекет тарапынан тегін медициналық көмек аясында заманауи диагностикалық және емдеу әдістері ұсынылады. 40-45 минуттың ішінде бізде диагноз қоюға мүмкіндік бар. Ол ананың тамақ ішуіне немесе басқа да бір ерекше дайындықты қажет етпейді. Ол әсіресе шалғайдан келген біздің аналарымызға тиімді. Олар сол уақыттың ішінде қан зерттеліп, қанның нәтижесі бойынша және де бірінші ультрадыбыстық зерттеудің нәтижесі бойынша диагноз қойылады. Орталықта білікті мамандар жұмыс істейді. Дәрігерлер күніне 40-қа жуық жүкті әйелге дейін қабылдап, оларға ультрадыбыстық зерттеу жүргізуге және генетикалық тәуекелдерге жедел қан талдауын жасай алады. Жоғарғы қауіп-қатер тобына енген жағдайда генетика дәрігеріне кеңеске жүгінеді. Төменгі қауіп-қатер тобына енген жағдайда акушер-гинеколог маманның қабылдауында, бақылауында болады. Жоғарғы қауіп-қатер тобындағы енген жүкті әйелдер арғарай ДНК түрде инвазивті пренаталды әдіспен тексеру нәтижесінде қорытындыланады.
Жоба аясында әйелдерге ультрадыбыстық зерттеу, генетикалық және биохимиялық скринингтер, сондай-ақ салалық мамандары кеңес береді. Мұндай жан-жақты тәсіл арқылы болашақ сәбидің денсаулығына төнуі мүмкін қауіптерді ерте кезеңде анықтап, қажетті шараларды уақытында қабылдауға болады. Бұрын генетикалық талдауларды тек ашқарынға тапсырып, нәтижелері келесі күні ғана дайын болатын. Қазір бізде қан анализі арқылы қауіп тобына жататын әйелдерді небәрі 40-45 минуттың ішінде анықтауға мүмкіндік бар. Алынған зертханалық және ультрадыбыстық деректер негізінде генетикалық тәуекелдер нақтыланады. Ең алдымен Даун синдромы, трисомиялар, муковисцидоз, фенилкетонурия секілді патологиялар туралы сөз болып отыр. Егер тәуекел жоғары болса, әйел сол күні қажетті бейінді мамандарға жіберіледі. Дәлдігі жоғары заманауи құрал-жабдықтар, білікті мамандар және жан-жақты қамтылған тексеріс болашақ аналар үшін диагностика процесін тиімді әрі қауіпсіз етеді. Ең бастысы болашақ сәбидің денсаулығы үшін қажетті шешімді дер кезінде қабылдауға мүмкіндік береді. Абзал Айхат, 1-7. Ақтауда әйелдерге арналған бизнес форум өтті. Іс-шара маңғыстаулық кәсіпкер әйелдерді бір арнаға тоғыстырды. Форум аясында жәрмеңке көрме ұйымдастырылып, кәсіпкерлік пен жұмыспен қамту саласына қатысты өзекті тақырыптар талқыланды. Басты мақсат әйелдер кәсіпкерлігін қолдау және дамыту, тәжірибе алмасу, жаңа мүмкіндіктерді табу және өзін-өзі жүзеге асыру жолдарын қарастыру. Форум аясында жеке бренд қалыптастыру бағытында 11 шеберлік сабағы өткізіліп, оған 180-нен астам кәсіпкер қатысты. Жыл сайын әйелдер қауымдастығының бастамасымен нәзік жандыларға арналған форумдар, қайырымдылық акциялары, атаулы көмек көрсету секілді түрлі форматтағы жиындар өткізіліп тұрады. Большой форум, он называется форум. Кез келген кәсіп шағын бастамадан басталады. Жиынға қатысқан қыз-келіншектер тек тыңдап қоймай, тікелей сұрақ қойып, кеңес ала алады. Мұнда 30 жылдан астам бизнес жүргізіп келе жатқан тәжірибелі кәсіпкерлер жұмыс істеп отыр. Олар өз білімдерімен бөлісуге, жаңа бастап жатқан кәсіпкерлерге қолдау көрсетуге дайын. Форумға аудан тұрғындарын, барлық өңірден келген қыз-келіншектерді күттік. Нәтижесінде ауқымды, маңызды және ең бастысы пайдалы іс-шара болды деп айта аламын. Бұған дейін біз түрлі форматта форумдар өткізіп жүрдік. Мысалы, бір жолы облыстық аурухананың қабырғаларын әдемі суреттермен безендірген едік. Алайда шеберлік сабақтары мен тәжірибеге негізделген мұндай форматтағы форум алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Форумда көпшіліктің қызығушылығын тудырған шеберлік сабақтарының бірі жасанды интеллект тақырыбына арналды. Қатысушыларға нейрожелілерді бизнесті жүргізу барысында қолдану тетіктері түсіндірілді. Мысалы, әлеуметтік желілерге контент жасау, сату процесін автоматтандыру сынды міндеттерді жасанды интеллект арқылы шешуге болады. Қатысушылар сондай-ақ фото және видео контент жасау сияқты визуалды тапсырмаларды да жасанды интеллекттің көмегімен орындап көрді. Бүгінде арнайы платформалар, дизайнерлер, копирайтерлер мен маркетологтардың жұмысын бір өзі атқара алады. Бұл жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін тезірек әрі аз шығынмен бастауға мүмкіндік дейді мамандар. Жасанды интеллектті қазір көп адамдар справочник ретінде қолданады негізінен, ал жалпы оны дизайнер ретінде, маркетолог ретінде дұрыс қолдану керек. Осын айтатыным, бұл жерде ең бірінші дұрыс тапсырма бере алу керек. Біздер мысалы, даже кез келген бізден тапсырма берген кезде, егер дұрыс промпт деп аталады, ол жасанды интеллекттің тілімен дұрыс промпттар жазатын болсақ, біздің нәтижемізде өте жақсы болып шығады. Сондай-ақ Жетібай ауылынан келген Юлия Халиеваның үй жағдайында ірімшік жасауды үйрететін шеберлік сабағында көптің қызығушылығын тудырды. Юлия қоғамдық тамақтану саласында жеке кәсіпкер 3 баланың анасы және Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығының мүшесі. Ірімшік жасау оның сүйіктісі және бұл хоббиі біртіндеп өмірлік кәсібіне айналуда. Ол сүтке барынша ерекше көңіл бөлетінін айтады. Качественные продукты. Бүгін мен үй жағдайында ірімшік жасауды үйрететін әуесқой шеберлік сабағын өткізіп жатырмын. Бұл енді ғана бастап жатқан ірімшікшілерге арналған. Біз бүгін ең қарапайым әрі қолжетімді ірімшік түрі брынза дайындаймыз. Негізгі шикізат менің үй шаруашылығымдағы үй ешкісінің сүті. Осы іспен 7 жылдан астам уақыт айналысып келем. Бұл менің хоббиім. Юлияның айтуынша ірімшік жасау пайдалы ғана емес, әсіресе ауылдағы әйелдер үшін табыс көзі бола алады. Айта кетейік, форум мұндай тәжірибелік форматта алғаш рет өтті. Өйткені ұйымдастырушылар әдеттегі отырыс пікірталас форматтан бас тартып, нақты әрекетке көшуді шешкенін айтады. Жансая Жанұзақ, 1-7. Құрметті көрермен, бүгінге осы. 1-7-ден кейін 4 көзіміз түгел, аман есен жүздесейік.